Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2016 жылы жарық көрген Пусанға шыққан пойыз атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Карантинге жабылды деп келген көліктерді залалсыздандырып өткізіп жатады. Сөйтсе бір биотехнологиялық зертханадан кішігірім вирус шығып кетіп, соған жапқан екен. Көліктегі кісінің телефоны шырылдап, оны аламын дегенде, байқаусызда бір бұғыны қағып кетеді. Өлді деп ойлап, ары қарай кеткенде жануар қимылдап, орнынан ештеңе болмағандай тұрып, көздерінің ағарғанын, тараған вирус әсер тигізгенін түсінеміз. Биржалық компанияда менеджер болған Саку үнемі жұмыста қолы тимейді. Әйелмен ажырасу үстінде жүріп, екеуі екі қалада өмір сүреді. Қызымыз соған менімен қалады деп сөйлеседі. Алайда әйелі келіспей, ол ертең маған келмекші дегенде, жалғыз жүру оған ерте екенін айтып дауласқандай болады. Сонымен үйіне келеді. Сакудың анасын көреміз. Соанға анаңа Пусанға барғын кеп жатыр ма? Менің уақытым болмай жатыр. Келесі аптада бос уақыт табуға тырысамын деп жеткізіп, туған күніне сыйлығын береді. Қызы сыйлыққа қарап, әкесінің бір нәрсені екі рет әпергенін көреді. Онда сыйлықты өзің таңда десе, Пусан, ертең мені пойызға отырғызып жібер, бір күні анаммен болайын деп сұрайды. Әкесі жұмыс деп отбасына көңіл бөлмегенін түсінеміз. Тіпті қызының мектептегі ертеңгілік шарасына бармай, соған өлеңді дұрыс айта алмай, ата-анасының ажырасуы балаға әсер етіп, көңіл күйі болмай жүреді. Сөйтіп амал жоқ, ертесіне Саку қызымен вокзалға шығады. Адамдар Пусанға баратын пойыздағы орындарына жайғаса бастайды. Бір вагонда бейсболшылар жиналыпты. Саку да қызымен өз жайларына отырады. Барлық жолаушылар мінгенде жол серікке білдірмей бір қыз тездетіп вагонға кіріп кетеді. Ол жараланған секілді ауырсынып қимылдайды. Сөйтіп пойыз қозғалып, соған терезеге қарап отқанда біреу жол серікке тап беріп секіреді. Соны әкесіне айтпақ болғанда, оның ұйықтап қалғанын көріп үн қатпайды. Ал жараланған қыздың аяқтары қарайып, ол жылдам денеге жайылып, қалайша деп ентігіп қорқып отырады. Осылай вирустың тарағанын түсінеміз. Жол серікке Йонсок дейтін адам дәретханада бір түрлі кісі бар. Біраз болды кіргеніне, ол билетсіз секілді дейді. Соларды естіген соған оларға бармақшы болады. Әкесі сол күйі ұйықтап жатады. Есікті қағып көріп, ашпаған соң өзі тартып, іште бір еркек есі адасып қалғандай, олардың бәрі өлді деп сандырақтап отырады. Билетіңіз жоқ болса, келесі бекеттен түсуіңізге тура келеді деп түсіндіреді. Ал мына жақта әлгі жаралы қыз ақсаңдап, денесіне тараған удан бір түрлі қозғалып, вагон арасындағы өткелде қиналып құлайды. Соған әжетханаға шыққысы кеп келгенде, ол жақ бос болмай, Юнсан дейтін еркек анаған бар деп жібереді. Жол серік вагон арасындағы қызды көріп, не болды деп тез көмекке шақырады. Телефон қоңырауынан оянған Соку қызының жоқ екенін көреді. Қызметші Ким оған технопарктегі ереуілге байланысты телефондарын өшіріп тастағанын айтқанда, сол ереуілді теледидардан көріп, соғанды іздеуге кетеді. Ал қиналған қыз сәл тынышталып, орнынан тұрып, көздері аларып, жол серікке назар салады. Соған басқа әжетханаға кіріп кетеді. Ауру қыз жол серіктің үстіне секіріп, мойнынан тістеп құлатады. Спортшылар түсінбей, кейін зомби екенін көріп, тыпырлап кетеді. Осылай зомбидің уы тістегендерге тарай бастайды. Бас жол серік бәріне пойыздың аяғына қарай қашыңдар деп ескертеді. Соку болса әжетханадан қызын іздеп тоқылдатып қарайды. Бірақ ешкім болмай алдағы айқай-шуды байқап қарап тұрғанда, соған әйелдер дәретханасынан шығады. Сонда адамдарға шабуылдарды көріп, бәрі қорқа бастайды. Қызы әкесін шақырып, тез оны көтеріп, ол жақтан қаша жөнеледі. Ал артта бір топ зомбилер қаптап қуып келеді. Юнсанның әйелі Сонгён әжетханадан шыққан кезде аурудың секіргенін көріп, зомби екенін білмейтін жігіт не болды деп оны ажыратып алады. Сол уақытта Сокулар тез өтіп кетеді. Юнсан ауруды әжетханаға қамап, барлығы өздерінің вагондарына жетіп, есікті жауып тастайды. Есікті аша алмайтынын түсініп, олар қалай ашу керектігін білмейді, жібер деп босатады. Құбыжықтар адамдарға қарап, оларға ұмтылып тұрады. Терезеге суды шашып, газетпен жапқанда, адамдарды көрмегеннен тынышталғандай болады. Сонымен Сокудың анасы хабарласып, жағдайларын сұрайды. Соғанға қарайлап жүр деп дауысы өзгеріп, қиналып
жетіп барып, оның зомбиге айналғанын түсініп, Сокудың көздері жасаурайды. Келесі бекетке жеткенде сырттағы халық көмек сұрап, терезелерді ұрып, көбісі зомбилердің құрбанына айналады. Пойыз тоқтамай ары қарай зуылдайды. Интернеттен түрлі видеоларды көреді. Жан-жақты басып, құбыжықтар қаптап, қалаларда бейберекетсіздіктер мен өрттер орын алады. Содан аман қалғандар келесі вагондарға өтіп, жайларын ауыстырады. Сонда машинист Тэджон бекетінде әскерилер күтіп алады. Барлығы түсіп қалу керек деп хабарлайды. Соанға осында тұр деп артқа кетеді. Юнсан мен Сонгён екеуі қыздан сенің әкең ба деп сұрап, әңгімеге тартады. Қызға ішін ұстатып көріп, ол тепті деп қуанып кетеді. Ал Соку Мин дейтін танысына хабарласып, пойызбен Тэджонға келе жатқандығын, ол жақ қауіпсіз ба деп жағдайды білгісі келеді. Сендерді карантинге жаппақшы, барлығымен басты алаңға бармаңдар, шығыстағы шығатын жерге бұрылыңдар, мен адамдарыма ескертіп қоямын дейді. Сонымен Тэджон бекетіне жақындағанда сыртта бір жан болмайды. Тым-тырыс күтіп алушы әскерлер де көрінбейді. Ақырында пойыздан түсіп, жан-жақтарына қарап, вокзалды көріп шықпақ боп, барлығы ішке кіреді. Соку шығыстағы шығатын жерге бұрылады. Қызы неге бара жатқандығын сұраса, ол жақты бізді күтеді деп жатқанда, арттарынан әлгі билетсіз кірген адам, сенің сөйлескеніңді естідім, сендерді бұл жерден шығару керек деп жақындайды. Соны естіген жанашыр Соан қалғандарға айтқысы келеді. Алайда әкесі өз мәнерінде не қыласың оларды, кете берсін деп тек өздерін ғана ойлайды. Қызы жылап жіберіп, сен тек өзіңді ғана ойлайсың, анам сол үшін сенің кетіп қалды дейді. Сол кезде бір әскери көрінеді. Көмек беріңіз деп еркек жүгіріп алдынан кеткенде, Соку да қызына осында тұр деп әскермен сөйлесуге шығады. Ал қалғандары орталық есікке жақындағанда, төмен жақта әскерлердің барлығы зомбиге айналғандығын көріп, оларға бас салып шабуылдай бастайды. Кері қашып тыпырлап жоғары асығады. Сокулар жақта да зомбилер қаптап қуа кетеді. Олардан қашып Соан деп шақырып жатқанда, артында адамдар жүгіріп, зомби оны тістемек болады. Юнсандар қызды алып кетеді. Сокуға бір зомби секіріп, оны тістетуге жол бермеуге тырмысып, аузына кітапты тығады. Құтылғандар қашып, Юнсандар есікті жауып қояды. Қалғандары арпалысып жатып, Сокуда барынша берілмейді. Сонда билетсіз адам зомбиге киімді тастап, басы жабылып, көрмей тыпырлап қалады. Юнсан әлгі адамды кіргізіп, Сокуда жеткенде бәрі есікті итеріп кірмек болады. Қалғандары тез вагондарға мініп, машинист орнына жайғасып, халықтың мінгенін күтеді. Біразы вагондарға кіргенде төбедегі терезе сынып, зомбилер төменге қарай құлай бастайды. Апалы сіңілілі әйелдердің арасына түсіп, екеуі екі жаққа кетеді. Сонгёндар басқа есікті ашып, ішке кіргенде әлгі билетсіз адам есікті ұстап, жалынып ішке кіріп алады. Жағдайға байланысты жол серік жүру үшін машинистке біз дайынбыз деп хабар жеткізеді. Мына жақта Юнсандар есікті амалдап жапқанда, толып кеткен зомбилердің салмағы мен олардың әйнекті ұрғанынан шытынай бастап, Сокулар табандарын жалтыратады. Әйнектер сынып, зомбилер ағылып құлап, арттарынан қуалайды. Соку қалған спортшы Йонгокты демеп, тез пойыздың артынан жүгіреді. Екеуі әйтеуір ашық тұрған есіктен кіріп, Юнсанға қолын созады. Ол болса шеттегі полиция қалқанымен шоқпарын алып, басыңды тарт деп алда келе жатқандарға тойтарыс беріп, ол да вагонға кіреді. Машинист орталыққа хабарласып, Пусанға дейін баруға рұқсат сұрап, олар жолды босатамыз деп келісімдерін береді. Сонгёндар екі жақта да зомбилердің қаптап, олардың көрмегенін түсінеді. Сонда әжетханаға білдірмей барып тығылмақ болады. Сонгёнды бір зомби байқап, оған қарай ұмтылады. Басқаларда есі бәрі сонда жиналады. Есікті толық жауып үлгермей итеріп жабуға тырысады. Үш жігіт те туыстары мен достарына хабарласады. Юнсанға Сокудың қызы жауап беріп, 13-ші вагонда әжетхана екендерін біліп, өздері 9-да алдарындағы вагонда бір топ зомбилер тұрады. Йонгок дос қызы Джинхидан аман қалғандар 15-ші вагонда екенін біліп, сөмкесінен заттарын алып, тістеуден қорғау үшін қолын орай бастайды. Сокуларда орап, скотчпен байлап, вагонға кіреді. Жұдырықпен соққылап, Сокулар шоқпарымен ұрып, өздерін тістетпеуге тырысып, амалдарын тауып, тойтарыс беріп келеді. Сөйтіп, ол вагоннан өткенде, келесісінде зомбиге айналған спортшы балалар тұрады. Йонгок достарын
аяғынан қол көтере алмай, юнсандар шетінен қарсыласып аман қалуды ойлайды. Сонда екеуі де тығырыққа тіреліп шыға алмай жатқанда пойыз туннельге кіріп, зомбилер қараңғыда көрмей қимылсыз күйге түсіп, оларды бос жібереді. Соку таяқпен төбені ұрғанда солай қарай жақындайды. Кетіп жатқанда туннель аяқталып жарық түседі. Бірден зомбилер соларға бет алғанда есікті жауып үлгереді. Алдағы вагонда аурулар одан да көп болады. Соку Юнсанның телефонын сұрап алып, шұқылап, келесі туннельге келгенде орындықтарға тығылып, телефонды жаймен алыстау тастап, кейін соған қоңырау шалып, зомбилердің назарын сонда аудартып, соңгиондарға жетіп есіктерін ашады. Бір-бірлерін көріп қуанады. Туннель біткенде тездетіп қарсыдағы әжетханаға жасырынады. Соку картадан келесі туннельді көріп, 2 минут уақыт бар екенін айтады. Ал Йонгок дос қызы Джинхиға келе жатқандығын жеткізгенде, ол қуанып бәріне хабарлайды. Алайда Йонсок олардың ауруды жұқтырмағанына кім кепіл деп кіргізгісі келмей қарсы болады. Қалғандары да үндемей Йонсокты қолдайды. Сонымен туннельге кіргенде бәрі әжетханадан ақырындап шығып, қалай өтеміз деп тұрғанда, Соку жоғарыдағы жүк салғыштың үстімен өтуді ойлап, сонымен жаймен жорғалап келе жатады. Алдынан шыққан сөмкені Соку арт жаққа лақтырып, зомбилер солай кеткенде төбеден дауыс шығармай түсе бастап, келесі вагонға шығатын кезде билетсіз адам тайып құлап кетеді. Соку оған көмекке келгенде туннель бітіп жарық түсіп, барлығы бірден тығылады. Зомбилер ешкімді көрмей әрі-бері жүріп, Сокулар ол жерден қашып құтылғанда біреуі есік арасына қысылып жабылмай қалады. Йонгоктар 15-ші вагонның есігін аша алмай, Джинхи аш деп қызды шақырады. Сөйтсе маталарды тартып байлап тастап, Джинхиді ұстап тұр екен. Соку Юнсанға көмекке кеп, зомбилерді ұрғылап есікті жабуға тырысып тұрғанда, Юнсанның қолынан тістеп алады. Йонгок бар күшін салып, таяғымен есікті ұрып сындырмақ болады. Ақыры ұрып сындырғанда, Йонсок екінші есікті жаппақ боп, ішке жібермей тұрады. Басқалары да Йонсокқа көмекке ұмтылады. Сонда есік аржағындағы әпкесі Йонгилді көрген сіңілісі орнынан тұрады. Бір жақта зомбилерден қашып есікті жапқысы келсе, бір жағында сол қашқандарды кіргізбейді. Екі ортада қалған Суан жәутеңдеп көз жасы ағады. Сонгённың іші ауырып, Юнсан Сокуға оны алып кет, мен ұстай тұрамын деп әйелін оған тапсырады. Әйелін әкетіп жатқанда әйнек шыдамай сынып, зомбилер ішке ағылады. Юнсан барынша оларға қарсы тұрып, оңды солды ұрып жібермеуге тырысады. Сокулар жабылып жүріп есікті ашып кіреді. Йонгил болса кірмей, сонда зомбилерге таланып есік жабылады. Йонсокқа тап беріп, неге олай істедің, қаншама адам қырылып кетті деп ашуланады. Қу болған Йонсок ол ауруды жұқтырған, жақында сондайға айналады деп адамдарды қарсы қойып, оларды бұл жерден қуу керек деп тамбурға кеткендерін қалайды. Амал жоқ, барлығы тамбурға кіріп, Джинхи де олармен бірге кетеді. Әпкесінің кірмегенін көрген сіңілісі әдеттегідей өзін емес, өзгелерді ойлады. Ал олар болса оны аямады. Бекерден бекер мерт болды деп әпкесіне қарай жақындап, жылап тұрып есікті ашып жібереді. Қорықпа, анаңа жетесің деп қызының көңілін ауламақ болады. Сонда қызы, мен сені енді көрмейтін шығарым деп қорқып кеттім. Ана әнді мен сен үшін жаттаған едім деп ертеңгілікке айтқан өлеңі туралы сөйлейді. Ал сен келмедің, онда кім үшін айтамын деп әкесін жақсы көретінін түсінеміз. Әкесі де қателігін түсінгендей күйде отырады. Қызметшісі Ким хабарласып, Пусанда жақсы қорғанып жатқандығын айтып, бұның барлығы біздің маңызды активіміз боп саналатын компаниядан басталды деп жылап, өздерін бұл апатқа кінәлі санайды. Соку ойланып қап, Кимге сенің кінәң жоқ деп жұбатып, бұл жағдайға олардың да қатысы барын түсінді ме, әйтеуір жылай бастайды. Содан бір бекетте пойыздар құлап, жол жабылып қалыпты. Машинист тоқтатып, жолаушыларға біз көмекті осында күтсек болады, болмаса басқа пойызбен жетуімізге болады деп хабарлап отқанда, әжетханада Йонсок пен жол серіктің жолы боп тірі қалғанын көреміз. Машинист мен істейтін локомотив тауып, оны сол жақтағы ең шеткі жолға айдап әкелемін деп жеткізіп, іздеуге шығады. Абайлап жүріп, 4-5 локомотив тұрғанды көріп, сонда аттанады. Сокулар Пусанда бізді қорғайды деп, машинист айтқан жаққа баруды ойлап, оларда түседі. Жүргізуші бір пойызға кеп, көзбен ішін шалып өтіп, тездетіп оны оталдырып, жүрудің әрекетін жасайды. Ал Йонсок ақырындап әжетхана есігін ашып қарап, өтірік жол серікке таза, бара беріңіз дейді. Ол есікті ашқанда, оны әдейі итеріп, зомбилер соған жармасқанда,
тез қашып шығады. Машинист жолда өртенген жүйткіп келе жатқан пойызды байқайды. Йонгоктар ішінде ешкім жоқ пойызды тапқанда жер дірілдеп, әлгі өртенген пойыз соғысып, аударылып, сокулар пойыз астында қап кетеді. Тірі қалған йонгоктар сокуларды басып қалды деп ойлап, өздері пойыздан өтпек боп кіреді. Бірақ екінші есігі ашылмай, оны ұрып сындырмақ болады. Сол кезде қашып келген Йонсок Джинхиді зомбиге қарай итеріп жібереді. Оны тістеп, Йонгок зомбиді ажыратып, амалдап шығарып жіберіп, есікті жабады. Ал Йонсок шынтағымен терезені ұрып сындырып, қашып шығады. Өзі ұнатып жүрген қызының жараланғанын көрген жігіт жылап, зомбиге айналғанда қашпай қызға беріле салады. Соған талған әкесін оятуға тырысып, тұр деп шырылдайды. Есін жиса, пойыз оларды баспай екінші пойызға тіреліп қалыпты. Машинист Йонсокты көріп, тез бол деп шақырады. Ол болса құлап қап, машинист көмекке жүгіріп, оған жақындағанда Йонсок оны зомбилерге итеріп жіберіп, арамдығын жасайды. Бірақ оғанда зомби секіріп жармасқанда аяғымен қайтарып қашады. Осылай байғұс машинист зомбилерге жем болады. Йонсок жүріп бара жатқан пойызға жүгіреді. Соку бір тесікті байқап, сонымен арғы бетке өтіп, айналаны қарап қызын шақырады. Алайда пойыз қимылдап, тесікке темір түсіп, жабылып, терезеге үйілген зомбилер тыпырлап жетуді ойлайды. Бір терезе сынып түскен зомбилер оларға келмек болғанда, еркек темірмен ұстап жібермейді. Соку темірді қиналып, зорға дегенде алып тастайды. Еркек қашыңдар деп ұстап, соғандар өткен бетте барлық терезелер сынып, зомбилер іштен төгіліп, вагон толығымен құлайды. Пойызға жетуді ойлаған сокуларды зомбилер қуып, құмырсқадай үйіледі. Әйтеуір пойызға жетіп, біртіндеп шыққанда зомбилерде секіріп, темірден ұстап қалады. Осылай бір-біріне жармасып, үсті-үстіне шығып, шынжыр секілді созылып, үйілген сайын пойызға салмақ түсіп, оның жылдамдығын баяулата бастайды. Соку қолдарынан теуіп, ажыратуға тырысып, ақыры олардан құтылады. Кабинаға жақындаса, көздері аларған, түрі бұзылған Йонсокты көріп, есікті жабады. Оны тістеп үлгіргенін түсінеміз. Оларға бас салып, Соку оны ұстап, арпалысып, күші жетпейді. Қыздарды қорғаймын деп амал жоқ, әдейі аузын қолмен жауып тартып, қолын тістеткізеді. Кейін белін шынжырмен орап, Йонсокты лақтырады. Сөйтіп кабинаға жүгіріп, батырмаларды көріп, Сонгёнға мынау тежегіш деп көрсетіп, қызына енді сендер екеуің ғанасыңдар, айырылмаңдар, Пусанда қазір қауіпсіздеу деп түсіндіреді. Шырылдаған қызы мен сені жақсы көремін, кетпе деп жылайды. Зомбиге айналып жатқанда Соку қызының сәби кезін елестетіп жымиып, кейін зиянын тигізбеу үшін пойыздан өзін тастайды. Соған шыңғырып қалады. Біраз жүргеннен кейін туннельдің алды жабық екенін көріп тоқтап, амалсыз жаяу аттанады. Іші ауырған Сонгён зорға жүре туннель ішіне кіреді. Арғы бетінде әскерлер көздеп, туннель алдын контейнерлермен жауып жатыр екен. Туннельдегі суандарды көргенде басшылыққа біреулерді көріп жатырмыз. Қараңғыдан ауру ма емес пе екенін біле алмағанын айтып хабарлайды. Басшылық көздерін жоюды тапсырады. Мерген дәлдеп тұрып ататын кезде соған әкесі үшін жаттаған өлеңін дауыстап шырқап жылап келеді. Соны естіген әскерилер адамдар екенін түсініп, тез оларды қорғауға жүгіреді. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.